Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бірге осындай жұмсақ үлпілдек болып шығатын дәмді булочкалар жасайтын боламыз. Ең алдымен жылы сүтіміздің үстіне тұзымызды, қантымызды, ашытқымызды қосып, жақсылап бір араластырып, одан кейін бір жұмыртқамызбен ерітілген сары майымызды салатын боламыз. Барлығын араластырып, ұнымызды қосып отырып, жұмсақ қамыр жасайтын боламыз. Қамырымызды көтерілгенше бір немесе 1,5 сағатқа қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды алып, осындай өзімізге керек бөлшектерге бөліп аламыз. Оны түйіп, одан кейін бетін жауып, тағы да 10-20 минутқа көтерілгенше қоямыз. Көтерілген қамырды осылайынан видеодағыдай узормен жасасаңыздар болады. Ортасына кез келген начинка салсаңыздар болады. Ең алдымен жұмыртқаларыңызды жағып, одан кейін мен осындай варенье салдым. Қалауларыңыз бойынша бетіне мак, кунжут сепсеңіздер болады. Біздің булочкаларымыз осындай дәмді болып шығады. Және де керек заттардың құрамын видеоның астына жазып кететін боламын. Баршаңызға ас болсын.